Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 95-ші сабақ. Ана тіліне тағзым. Ана тілі біздің туған анамыз. Анамыздай сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін бағаласақ қалай біз? Өзіміздің солай болмақ бағамыз. Ана тілін кім аялай білмесе, анасынан безген ұл деп қараңыз. Яғни бұл өлеңде ана тілі деген біздің туған анамыз сияқты дейді. Ана тілін өзіміздің анамыз сияқты сыйласақ, бағып қақсақ, өзімізде солай бағалы болады екенбіз. Ана тілі ол біздің қазақ тілі. Өзіміздің тілімізді құрметтеуіміз керек, сыйлауымыз керек. Егер ана тілін кімде-кім құрметтемей, аяламай жүрсе, оны анасынан безген ұл деп қарау керек екен. Яғни, анасын қабылдамаған бала деу керек. Сол үшін ана тілімізді құрметтеуіміз керек. Келесі өлең: сүйемін. Сүйемін туған тілді, ана тілін, бесікте жатқанымда-ақ берген білім, шыр етіп жерге түскен минутымнан, құлағыма сіңірген таныс үнім. Сол тілмен шешем мені әлдилеген, еркелеткен құлыным жаным деген, сол тілменен бірінші білгізілген, ана деген сүйгендік сөз һәмменен. Сол тілменен үйрендім нәрсе аттарын, сол тілмен дінді әдетті мен жаттадым. Ең бірінші сол тілмен сыртқа шықты, сүйгенім, жек көргенім, ұнатқаным. Яғни бұл өлеңде туған тілімді, ана тілімді жақсы көремін дейді. Біз бесікте жатқанда бұл ана тілін біз құлағымызға естиміз, яғни анамыз бізге ботам, құлыным деп ана тілімізді үйретеді. Және бесікте жатқан кезде бізді әлдилейді. Ана тілімізбен біз тағы да сусындаймыз. Бізді еркелетеді, құлыным, жаным дейді. Ана деген ең бірінші сөзді біз ана тілімізбен сөйлейміз. Ана тілімізбен көптеген нәрсенің аттарын үйренеміз. Сол ана тілімізбен дінді, әдетті жаттаймыз. Сол тілмен ұнатқанымыз, жек көргеніміз, сүйгеніміз бәрі сыртқа шығады. Біздің ана тіліміз қазақ тілі. Біз өз тілімізді құрметтеп, қастерлеп жүруіміз керек. Оқушылар, бұл өлеңдерді түсіндіңіздер ме? Ана тіліміздің қандай қасиетті екенін білдік қой, иә? Олай болса, Суретті әдебиет каналына тіркелейік.